Қазақ елі рахмет Сұлтан Бенд. Бүгін тағы да Еуразия бірінші арнасында өздеріңізбен тікелей эфирде қауышып отырмыз. Күндер өтуде, жаз аяқталуға жақын қалды. Махаббат хикаялары енді басталуға дайын. Сондықтан алдағы 4 сағат бойы бізбен бірге болыңыздар. Жаңа, ескі, барлығы бірге. Бір отбасы болып қатысушылар өз бақыт үшін күресуге дайын. Олай болса, Еуразия бірінші арнасы қосылайық жобасы. Біз бастаймыз. Тамаша көңіл күй, біздің ең керемет сәтіміз осы би, осы әнге билеу. Құрметті көрермен, сіздердің дәстүрлі ойындарыңыз Big Box дүкені ұсынған кереметтей термос, ыстық шай ішіп жүресіздер үнемі. Мінекей, қосылайықтан естелік дейді. Эфир барысында біздің керемет қатысушыларымыз көрсететін 5 белгіні жаттап алу керек, арнайы посттың астына пікір ретінде қалдыру керек бірінші болып. Ал алғашқы құпия таңба бізде Жаннұрдың қолында. Орда бұзар жасқа келдім дейді. 30-да орда бұзбасам, Айданаға гүл сыйламасам, мен не істеп жүрмін дейді Жаннұр. Бірге отырып алыпсыздар. Үміткеріміз ренжіп қалмасын. Қайырлы күн, Жаннұр мырза. Қайырлы күн, Диана ханым. Бірге отырып қалдық бүгін. Солай болып қалды ма? Өмір ғой? Өмір, Енді доспыз ғой біз енді. Ауырмайды, жүрек ауырмайды. Ауырыватыр жүрек. Ауырыватыр. Ауырмасын жүрек. Жүрегіңізді қадағалап жүріңіз, жарай ма? Жарайды, Диана ханым. Кеше сізге үміткер келді, Ақтөреге үміткер келген еді. Қалайсыз, Ақтөре? Саламатсыз ба, Диана ханым, қалайсыз? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Үміткер келіп кішкене көңіл күйіміз көтеріліп қалды кеше. Сіз қолыңызға жүзік тағып алғансыз ба? Жүзік тағып алғам. Хамаумен жақын араласқалы жүзік таға бастадым дейсіз ғой. Негізі, Диана ханым, хамаумен араласқанда емес, араласамыз ғой, баяғыдан араласамыз. Солай болып қалды негізі жүзік. Әлде біреу сыйлады ма? Бәлкім бір ару сыйлаған шығар. Сыйлады негізі. Кім? Кім болғанда? Айтамын сосын, Диана ханым. Мәссаған. Үміткер қашып кетпесін? Үміткермен жақсы, Диана ханым. Білесіз ғой, мен үміткерді қатты сыйлаймын ғой. Өйткені мен шынайы үйленуге келгеннен қазір каждый үміткерні бағалайтын боламын. Мен білмеппін оны. Біз жалғастырайық, шымылдықты жабайық. Екі бірдей жігітіміз қуанған еді, бүгін қыздар қуана ма деген сұрақ. Үміткердің таңдауы кімге түсті? Қыздарда шанс жоқ, үміткер маған келді деп жатыр жігіттеріміз. Зухра ханым өзін меңзеп отыр. Мен айтайын, үміткердің таңдауы осы жолы ару. Қыз, сұлу қыз, әдемі, көрікті. Екі аружанның бірі. Тараздық аружан, батыстан келген аружан. Кім? Тараз, батыс. Батыс, тараз. Екеуі жақын отыр екен, Тараз. Батыс немесе тараз. Қай аружан үміткердің көзіне түсті? Бүгін 4 бірдей жаңа үміткеріміз бар. Кешегі эфир өте қызық болған ау, шамасы өйткені үміткерлердің өтініші өте көп болды, өзге қалалардан. Бірақ сол бір жан бүгін күтпей келген, өз қалауын таңдады, жасады. Дауыстар енді 50-де 50 болып жатыр. Екі аружанға тең. Бізде жарнама.